Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Меркі ауылы Иван Трубицын атындағы номері 17-ші жалпы білім беретін мектеп-гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Абдраманова Гүлпан Бейсеновна. Қазақ әдебиеті пәні 7-ші сынып. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын мына суреттер арқылы болжап көрейікші? Иә, балалар, дұрыс айтасыздар. Бүгінгі біздің сабағымыз ескерткіш туралы болмақ. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Александр Сергеевич Пушкиннің ескерткіш өлеңі. Бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Әрине, балалар, сіздер бұдан бұрында орыстың ұлы ақыны Пушкинмен таныс болатынсыздар. Осы білімдеріңізді кеңейту мақсатында мына бейнероликті назарларыңызға ұсынамын. Орыстың ұлы ақыны, классикалық орыс әдебиетінің негізін қалаушы Александр Сергеевич Пушкин 1799 жылы 26 мамырда Мәскеу қаласында дворяндар отбасында дүниеге келген. Александр Сергеевич Пушкиннің бойына орыс тіліне деген сүйіспеншілікті әжесі Мария Алексеевна Ганнибал дарытқан. Ақынның болашағына үлкен әсерін тигізген адам күтушісі Арина Родионовна еді. Күтушісі өзі білетін сансыз мақал мәтел әндер мен ертегілерді Александрға айтып беретін. 9 жасында ол әкесінің кітапханасындағы бүкіл классик ақындар мен ойшылдардың шығармаларын құмарта оқып шығады. Жас кезінен кітап оқуға деген құмарлығы, үй ішінің әдебиетке деген ерекше көзқарасы жас Александрда шығармашылық жолға алып келді. Ескерткіш өлеңі ақынның өзіне жырмен орнатқан ескерткіші. Өлеңді ақын әрбір ақынның арманы артына өшпес өлмес сөз қалдыру екендігін, өзді артында сондай өшпес із қалдырғандығы жайлы жырлайды. Адам қолынан келмейтін ескерткіш орнаттым. Бұл ескерткішім тіпті Александр мұнарасынан да биік асқақтап тұр. Бұл өлеңмен орнатылған ескерткіш, сондықтан да менің жаным өлмейді, тәнім де шіремейді. Халқым мені әр күні ардақтап есін алады. Даусым ұлы Ресейдің түкпір-түкпіріне жетіп, славян елдерінің ұрпақтары, тіпті тұңғыс қалмақтар да менің атымды айтып жүреді дейді ақын. Халқыма ұзақ уақыт сүйікті болуымның себебі өлеңіммен олардың жүрегіне мейірім төктім, езгіге шыраған байғұс халқыма еркіндік жырын тарту еттім деп шабыттана жырлайды. Балалар, сендерді Александр Сергеевич Пушкиннің ескерткіш өлеңін тыңдауға шақырамын. Өлеңді мұқият тыңдауларыңызды өтінемін. Ескерткіш. Ескерткіш орнаттым мен қолдан келмес. Елізі оған салған суй білмес. Асқақтап Александр мұнарасынан жоғары оқшау шығып тұрар дербес. Жоқ, өлмін, жаным жасар өлеңімді, шірімей, жасаңғырар денем мүлді, бар болса жалғыз ақын аястында ардақтап қасиеттер мен әр күнді. Дабысым ұлы Россияға кетер жалпақ, тіл біткен жүрер менің атымды атап. Славян елдерінің әр ұрпағы қазіргі тағы тұңғыс қырда қалмақ. Халқыма сүйік тұзақ болар жерім, туғыздым өлеңіммен мейірлерін. Жыр етіп тар заманда еркіндікті, мархабат пақырларға тілегенім. Уа муза, құлағың сал сөзіме бақ, жабықпа жәбірлеуден тілем атақ. Мақтауды жоламенен тыңда салқын, тіреспе тіл үйіріп, не десе ақымақ. Балалар, өлең мазмұнымен танысып алсаңыздар, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: өлең неліктен ескерткіш деп аталған? Келесі сұрақ:
Ақын қандай ескерткіш туралы айтып отыр? Үшінші сұрақ. Ақын өлеңі кімге арналған? Соңғы сұрақ. Ақынның ескерткіш өлеңінде болашаққа деген сенімі қай жолдарда берілген? Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда Александр Сергеевич Пушкиннің ескерткіш өлеңі бойынша алған білімімізді бекіту мақсатында мынандай тест тапсырмаларын назарларыңызға ұсынамын. Бүгінгі сабағымызға тазалық әдісі арқылы кері байланыс беріңіздер. Үйге тапсырма: ескерткіш өлеңін мәнерлеп оқу, өздеріңіздің тұрғылықты жерлеріңіздегі ескерткіш туралы мәлімет жазу. Сау болыңыздар.